Содан бері әр жерде бой тасалап, қашып пысып жүрмін. Көкезу мені сатып кетті. Соның өтірігінің кесірінен барымнан айырылдым. Ей! Не болды? Мен ояумын. Сен алдағаныма қатты өкіндім. Жерге түсе алмайым. Саған қиянат жасағанымды бір сәтте ұмытқан емеспін. Бала кезден бір өскен жан досымнан айырылып қалдым. Қатемді түсіндім. Ақшаға құнығып, сені қылмысқа итердім, өз-өзіме ор қаздым. Өтінем, досым. Маған тағы бір орай берші. Маған сенші өтінем. Сан-Рикардо банкіне ағыны тиынына дейін қайтарамыз. Өтінем, етік киген мысық. Дос қадал екенімді дәлелдеуге мүмкіндік берші. Жарайды. Рахмет. Сан-Рикардо банкіне қарызды қайтару үшін және анам үшін келістім. Сен үшін емес. Енді біз серіктесте, доста емеспіз. Жақсы. Енді сені ешқашанда жерге қаратпауға өте берем. Сиянымды тигізбейм. Я, алақай. Бұршақ клубы қайта ашылды. Көкезудің ойы іске асса жарар еді. Оған бас қатырма. Одан да өз шаруаңа мұқият бол. Ұятқа қалып жүрме. Неге олай қарайсың? Бетпердеңді қайтадан киіп алғансың ба? Маған бірдеңе демес бұрын етігіңнің бес батпан шаңын сүрме. Қане етікті мысық тезде! Уақыт зымырап өтіп жатыр, қымбаттым. Дүниеге перзент әкеліп парызымызды орындайық. Саған не болған? Тыңда, осы әдемі қалпымнан айырылғым келмейді. Аяқ қолым балғадай, сымбатты қалпымнан айырылатын жайым жоқ. Не болды? Ол үшін біраз дайындық қажет. Қара. Өзіңді бір баланың әкесімін деп ойла. Жарайсыңдар. Төрт қабырғаға қамалып жөргекпен шылық жуатын жайым жоқ. Ол жағын уайымдама, Джейл. Балаға өзім қараймын. Арбаның ішінде 10 шақты аш торай жатыр. Соларды кішкентай балалар деп елестеді. Айтпақшы, оларды тамақтандыру керек. Арбаны тоқтат. Араларында бір сүйкімді торай бар. Тездеткенің жөн. Тыныш. Тырнағыңмен ашып көрсеңші тезде. Қыстырмай тыныш тұршы. Кедергі жасама. Қайталаймын, тырнағыңмен бұрап аш. Үндеме. Тырнағыңмен аш дейді. Менде тырнақ жоқ, ұқтың ба? Хэмко қорсылдап жатыр. Тыныш, тыныш, тыныш. Әлде ұйықтай ғой. Жек балық асырасақ бата ғой. Бірақ оны өлтіріп қойып жүрмек. Егер балыққа қарай алсаң, балаға да қарай аласың деген сөз. Маймыл асырағанымыз есіңде ме? Жұмсақ та бар. Маймыл асырағанымыз есімде жоқ. Жарайды, ендеше атжалман асырайық. Сонымен. Қалғанын кейін көре жатамыз. Атжалманға қарауда оңай емес. Әлгі Гамлет деген атжалман есіңде ме? Кеттік. Үстіне отыра қалып жаншып тастамыз. Бәлі, мұнаны қара. Бізге қонақтар келіп қалыпты, Джейл. Біздің баламызды неге ренжітесіңдер?